Жо, мен бір атқан сөзбен айтып тұрмын да, Құдай да соны маған айтқан, жаныңды көрсет. Біліп тұрып, енді Құдай енді. Бірақ неме, Құдай мен арқылы енді, білмеймін енді, мен жындымын да, соны бітпеушілікті мен арқылы білмекші. Өзі біліп тұрған нәрсені білмекші, білмеймін. Жоқ, 1% бітпеушіліктен өзі сол бірақ кішкентай пайыздан жаратылған. Ол пайыз енді тара кетті. Бірақ тарағанда ол бітпеушілікте бірақ пайыз тара кетті. Бітпеушілік бізді 1%-мен ғана біліп тұр. Біз барымен жаман топас бітпеушілік. Осы байланыс. Құдай аспан домалақ ғалам. Осы 1%-мен Құдай аспан домалақ ғалам. Әр кезде, әр уақытта, әр кішкентай кезде өзгеріп тұрады. Яғни менің жаным, денем, ойым өсе береді, уақытпен өзгеріп тұра береді. Бір кезде менің ойым, әр ойым, денемдегі кішкентай ойым. Бірақ адам баласына бірақ ой. Құдайда ой көп, бірақ Құдай бірлік. Яғни әрбір баста 18% бір ойы бар. Сол бір енді кім сол өмірмен солай өмір сүреді, бірақ сыртта бұлттайды. 1% бітпеушілікті 18% бұлттылығымен бұлттайды. Өзі бірақ пайыз Құдай аспан домалақ ғалам. Бітпеушілікте заңымен бірге, жолымен, жарығымен бірге, бірақ пайыз бітпеушілікте өздерін ойландыршы. Кішкентай пайыз-ақ. Әр кезге өзгеріп тұрады. Бітпеушілікті ешкім тани алмайды. Құдайды да ешкім тани алмайды. Мені де ешкім тани алмайды. Сені де ешқашан сен өзіңді мәңгі танисың. Әр кезде сен өзің өзгеріп тұрасың. Мына адаммен былай сөйлесесің, адаммен былай сөйлесесің, уақытпен, по ситуации. Құдай енді әр кезде үстімізде 100% ең биік күш, әр кезде домалақ. Сол бір сөзді білем, домалақ. Құдай аспан домалақ, ең биік күш. 95%-ға ұлы, жарық, қасиетті, бірлік, жалғыз, домалақ. Құдай, бітпеушілікте, осындай домалақ ғалам Құдай. Аспан, ең биік күш, жарық аспан. Әр кезде өзгеріп тұрасың, әрбір тірі жан. Оны ешкім біле алмайды, сендер қумаңдар. Құдайдан бастап. Аумин.